Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі қазақ бауырының үздік шығармаларының бірі. Бұл кітапта тентек, бірақ жүрегі таза Қожа деген баланың өмірі суреттеледі. «Менің атым Қожа» оқыған шығармалардың сұрақ-жауап арқылы талқыланады. Шығарманың негізгі ойы қандай? Қожа арқылы автор нені жеткізгісі келеді? Шығарманың негізгі ойы баланың ішкі әлемін және оның жақсы адам болуына деген талпынысын көрсету. Қожа тентек болса да, оның жүрегі жарқын, кең адам. Автор Қожа арқылы әр балада жақсылық бар, бірақ оны көру керектігін жеткізеді. Жантаз бен Қожаның айырмашылығы неде? Қожа кейде тәртіпті бұзады, ол дұрыс емес. Қожа ешқашан жамандықты әдейі істемейді. Қожаның мінезін үш сөзбен қалай сипаттайсың? Арманшыл, әділ, қайсар. Қожаның әрекеттерін дұрыс деп ойлайсың ба? Неге? Қожа өте шыншыл бала, ол қателессе де шындықты айтып тұрады. Ал Жантас ол екі жүзді айлакер, ол жалғанын сезбейді.